Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі тақырыбымыз неліктен жаяу жүру керек деген сұраққа жауап беретін болады. Егер де каналымызға әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ал бастайық достар. Көне грек емшісі, дәрігер әрі философ Гиппократ адам үшін ең жақсы дәрі жаяу жүру деп айтқан болатын. Қазіргі кезде сарапшылардың айтуынша, күніне 30 минут пен 1 сағат аралығында жаяу жүру адамның сыртқы түрінде, көңіл күйін де түбегейлі жақсартады. Үнемі жаяу жүрудің мынадай 10 артықшылығы бар. Бірінші, ми саулығына әсер етеді. Жаяу жүру ерте деменцияға ұшыраудан сақтайды. Альцгеймер ауруының болу қаупін азайтады және де жалпы адамның психологиялық денсаулығын жақсартады. Екінші, көздің көруі жақсарады. Жаяу жүру көз саулығына жақсы ықпал етеді. Тіпті глаукомаға қарсы күресуге де көмектеседі. Үшінші, жүректің мықты болуына ықпалы зор. Кардиологтардың пікірінше, жүрек ауруына немесе инсультқа қарсы тұру тұрғысынан жаяу жүру жүгіруден де пайдалы және ол гипертония ауруының қаупін азайтады. Төртінші, өкпе саулығын нығайтады. Жаяу жүруді аэробты жаттығу деп те атайды. Өйткені ол оттегі ағынын кеңейтіп, өкпенің тазаруына көмектеседі. Келесі артықшылығы, ұйқы безіне пайдасы мол. Диабетке қарсы күресуде жаяу жүру жүгіруден әлде қайда тиімдірек. Алтыншы, ас қорытуды жақсартады. Күн сайын 30 минут жаяу жүру тоқішек ауруының болу қаупін азайтады. Келесі, бұлшық етке де жақсы әсерін тигізеді. Жаяу жүру бұлшық еттің тонусын арттырып, салмақ тастауға көмектеседі. Сегізінші артықшылық, сүйектер мен буындарды нығайтады. Күн сайын жарты сағат жаяу жүру буындардың қозғалмалылығын арттырады және сүйек массасын жоғалтудың алдын алып, тіпті сүйектің сыну қаупін де азайтады. Тоғызыншы, арқа ауруын жеңілдетеді. Жаяу жүру омыртқа ішіндегі қанның жақсы айналуына ықпал етеді және омыртқаның мықтылығы мен бейімділігін арттырады. Және де 10-шы, депрессияға қарсы күреседі. Жаяу жүру депрессиядан немесе эмоционалдық тұрғыдан шаршау сезімінен арылтады. Сондай-ақ, достарыңызбен немесе отбасыңызбен жаяу жүру, серуенге шығу тек қана оң көңіл-күй қалыптастырады. Мінекей достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Егер де видеомыз ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше.